Құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіз. Лүпіл басып, арнама тіркеліп қолдап кетіңіз. Баршаңызға бақыт тілеймін. Қал сұрасып тұрыңдар, қал сұрасып, арасында жарасса қалжыңдасып. Мәңгілікке ештеме жаралмаған, тұру керек сондықтан қал сұрасып. Кейде қорқып қаламын, бармын деуге, тас біткеннің барлығын алтын деуге. Қалын сұрап тұрғанда жауабы жоқ, болып жатар біреулер сасық кеуде. Қал сұрасып тұрыңдар тірі пенде, ештемеде оңалмас бәлсінгенде. Адамдарды жаратты Алла өзі, қонақ қылып жалғанға 5-ақ күнге. Сол 5 күнде қал сұрас сыйлас достым, аяқ асты кетеді қимас достың. Кеткеннен соң өкіну бекер болар, қайта келіп толмайды орны бостың. Қал сұрасып уақыт бөлісейік, амандықпен қашанда көрісейік. Тәкаппарлық бойдағы жаман қасиет, сол қасиетті қал сұрап жеңісейік. Мәдениет және этикет ережелері. Бір жерге кіргенде бірінші болып амандасу керек. Әңгіме кезінде сол жерде жоқ адам туралы талқыланбайды. Танымайтын адамға сіз деп сөйлеу керек, оның жасы кіші болса да. Басқа кісімен тамақтанып отырған кезде үстелге телефон қойылмайды. Кеңесті тек сұраған адамға ғана беру қажет. Адамның жалақысы немесе жеке мәселелері туралы сұрамаған абзал. Біреу сөйлеп жатқанда соңына дейін тыңдап, сөзін бөлмеу керек. Дүниеге құмар пенделер, дүние қуып сенделер. Тәкаппар сөзі менмендік, жоқ дейді маған тең келер. Алланы білген мұсылман барлығын бірдей тең көрер. Байлықты бақыт деп білме, Құранмен жаның емделер. Алладан сұра барлығын, адамдар саған не берер? Өлместің күнін кешсең де, көріңді қазар күн келер. Адам баласы мына өмірде 2 адамнан сақ болу керек екен. Оның бірі саған күні түскенде әкелеп, көкелеп, шаруасы біткен соң сені іздемес түгіл, саған сәлем беруге де жарамай қалатын хамелеон адамдар. Екіншісі, сөзі басқа, істейтін ісі басқа, 2 жүзді аферистер. Ондай адамдар сенің бетіңе әкем, көкем деп отырады да, ту сыртыңнан пышақ ұрып, ғайбаттап, қара жерге тығып отырады. Ащы болса да шындық. Біздің өмірімізде ондай адамдар көптеп кездеседі. Бетіңе күле қарағанның бәрі дос емес демекші, дос пен дұшпанды танудан қателеспей жүрген дұрыс-ау деп есептеймін. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. 2 ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде 1 күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды.